Қазанның 23-і еліміздің барлық кинотеатрларында қазақ вальсінің королі Шәмші Қалдаяқов атамыздың әндерінен құралған «Бақыт құшағында» атты мюзикл жарық көреді. Соған орай біз сіздерге фильм жайлы қызықты деректер ұсынамыз. Фильмнің музыкалық продюсері Шәмші Қалдаяқовтың ұлы Мұхтар Қалдаяқов. Бұл туындының музыкасын 60 адамнан тұратын оркестр Қазақстандағы ең үздік студиялардың бірі Астана опера театрында жазды. Фильм голливудтық форматтағы Sony Venice 6K камерасымен түсірілген. Бұл камера арнайы жүгіре беретін және ұшатын Том Круздың Top Gun фильмі үшін жасалған. Киноның басты рөлдерінде Дәурен Серғазин, Азамат Сатыбалды, Айнұр Ілиясова және де көп жылдан кейін сахнаға оралған жау жүрек мың баланың жұлдыздарының бірі Әлия Әнуарбек. Фильм режиссері Санат Шапашев Нью-Йорк киноакадемиясының түлегі. Ол ақштың беделді киностудияларынан ұсыныс алғанмен, туған елінің киносын дамыту үшін елге оралған. Менің үйімде сырмақ та жоқ, былайша айтқанда. Дүние жинаған адам емес. Дүние жинасам мен баяғы миллионер болып кететін адаммын ғой. Тек біреуден алсам біреуге беремін. Менің болсын күн басымнан болсын.